Баршаңызға сәлем. Сіздермен өте керемет әрі оңай жылдам жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Алдын ала заттарымыздың барлығын дайындап алдым. Бізге керегі балғын қиярымыз керек. 2 данасын алып, осылай ортасынан бөліп, және тағы да ортасынан бөліп, осынша етіп турап аламыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Екі дана сәбізімізді алып, үккіштен өткізіп аламыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Түрлі түсті тәтті бұрыштарымызды алып, ұзынша етіп турап аламыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Көк пиязды алып, дәл видеодағыдай жасаймыз. Алдымен пиязын осындай етіп, жіңішкелеп алып, ұзын етіп, сәндеп турап аламыз. Ортасынан 2 бөлікке бөліп алдым да, ұзындау етіп турап алдым. Енді қызанағымызды аламыз. 2 дана қызанағымыздың 4 бөлікке бөліп, ішіндегі еттерін алып тастаймыз да, сыртқы қабығын ұзынша етіп турап аламыз. Үш тіс сарымсағымызды алып, мұны да ұсақтап турап аламыз. Және де ас көктен укроп қостым. Және кинза қоссаңыздар болады. Мен кинза болмағандықтан тек қана укроп және көк пияз қостым. Укропымызды да әдемелеп, сәл ғана ұзындау етіп, сәндеп турап шығамыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз, қызыл бұрышымызды қосамыз, ашырақ етіп.
1 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Және уксус, сірке суын қосамыз 1 шай қасық. Енді ыстықтай етіп сұйық майымызды құйып аламыз. Қолымызбен әбден араластырып алып, дастарханымызға ұсынамыз. Өте сәнді әрі жылдам жасалынатын салаттардың бірі. Егер сізге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыз және де ұнату белгісін баса кетіңіз. Сіз де осы салатты міндетті түрде жасап көріңіз, жасауға кеңес беремін.